Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah. Kofirlarni bayramiga taalluqli bo'lgan kunlarda agar hadyalar olib kelinadigan bo'lsa, ovqatlar olib kelinadigan bo'lsa, ana u ovqatlarni yeb bo'lmaydi. Yeb bo'lmaydi. Shuning uchun kofirlarni xususan ana shu diniy bayramlarda agar bir ovqatlar pishiriladigan bo'lsa, ana shu ovqatlar olib kelinadigan bo'lsa, ana shu ovqatlarni yeyishlik shar'an joiz emas. YouTube әлеуметтік желісінде Абу Солих Өзбеки есімімен танымал уағызшының өзге дін өкілдерінің мейрамында таратылған тағамдарды жеуге болмайды дейді. Бұл сөздің астарында еліміздегі христиан дін ұстанушылардың Пасха мейрамында тарататын жұмыртқа менен тәтті бәліштерді жеуге болмайды деген сөз шығады. Бұл мәселеге байланысты жауап беретін болсақ, Сирияда фих ілімін үйретумен айналысқан Әбу Дарда, Алла ол кісіге разы болсын, жерсіз деп аталатын шіркеу мейрамына арналып сойылған малдың етін жеу туралы сұраған кезінде ол кісі Алладан кешірім тілеймін, шынында олар кітап иелері, олардың астары бізге адал, біздің асымыз оларға адал деп, оларға ол еттен жеуге рұқсат берген. Сондықтан да Пасха мейрамына арналып пісірген адал ас түрлерін, жұмыртқа менен тәтті бәліштерді егер мұсылман адам мерекені ұлықтамай, тек құрмет ретінде немесе адал ас ретінде жесе, оның ешбір әбестігі жоқ. Еліміз көп ұлтты әрі көп дінді мемлекет болғандықтан мұндай мәселелерге жиі жолықтырады. Сондықтан да шариғи үкімдерді айтқанда оның негізін, шарттары менен ниетке қатысты тұстарын ескеріп, даналықпен жеткізген дұрыс.